Hayırlı kun dostlar. Sizler Agro kanalındasыздар. Bu bizde buqa borдақлауымыздың екінші бөлімі. Dostlar, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Подписация батырмасын басып, жанында колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Сонда сіздер шыққан видеоны бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бұл бізде бұқа бордақлаудың екінші бөлімінде бүгін сіздерге бұқалардың жем-шөп мөлшерін барлығын көрсететін боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін үзбей көріңіздер. Видеоның қызықты болуына біз жауап береміз. Бізде қазіргі таңда мына жерде 7 бұқа болу керек болған бордақыда, бірақ біреу жетпей қалды. Бір бұқамыз тайынша кезінде өліп қалуына байланысты қазіргі таңда 6 бұқа бордақланып жатыр. Бұқалардың жем шөбіне келетін болсақ, ең бірінші шөптен бастайық. Шөп бізде бір уақыт салынады күніне. Осындай экспарсет шөбі салынады бізде. Бұл бізде өзіміздің егістіктегі экспарсет шөбі жоңышқа. Кішкене шөп аралас, себебі мынау бізде 5 жылдық экспарсет. Жер кішкене ескіргендіктен шөп аралас болып жатыр жоңышқа. Бірақ ол қатты әсер етпейді. Ең бастысы шөптеріңіз кебу болса, малды ауырмай жей беретін болады. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мына жерде бізде 20 телешкідей жоңышқа тұрған, синавозбен алып келінген. Қазіргі таңда бір телешкісін бұзып, осылайдан трактормен алғанға жеңіл жасап қойғанбыз. Ал бізде бірінші шабындық жоңышқа, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, кішкене сарғайған. Себебі жапырағын түсірмей жинау үшін кішкене дымқылдау қылып жинадық. Өздеріңіз байқасаңыздар, жоңышқада жапырағы барлығы сақталған, ұсақ-ұсақ жапырақ барлығы бар. Бұл шөпті енді дробить етіп бергенге бізде дробилка жоқ, наличие. Сол себепті осындай ірі күйінде, сояу күйінде бере береміз. Жоңышқасы, мынау бізде қызыл гүлі ғой, гүлдеп тұрған кезде шапқанбыз. Жапырағы барлығы сақталған, жоңышқа әдемі. Әр малымызға жарты жүк жоңышқа береміз. Біреусі бір күнде жарты жүк жейді. Одан кейін жем мөлшеріне келетін болсақ, жемді қазір көрсетейін. Бүгін жем тартқан болатынбыз. Сіздер жемді көрсетейін. Ал бізде 3 тонналық бөшке. Бұрын не болатын андай водовоз. Газеттердің артында болады, солардікі. Жемнің ұсақтығы. Таза бізде бидай. Қазіргі таңда бидаймен ғана бордақлап жатырмыз. Кейінірек енді қызылшаға көшетін боламыз. Жом алып келгенде жомды араластырып беретін боламыз осы бидайға. Себебі құр бидайды берген кішкене ауырлау болады екен. Енді сіздерде комбикор бірдеңке болса, кукуруз берсеңіздер болады, арпа берсеңіздер болады. Неғұрлым бидаймен араластырып берсеңіздер жақсы болады. Себебі тек қана бидай берсе, бұл кішкене ауырлау болып кетеді екен. Көп берсек қайтып қалып жатыр. Сол себепті аз мөлшерде осындай ыдыспен береміз. Мынау бізде шөміш қой. Осы шамамен 2 килограмм болады. 2 килограмм жем жейді. Қазіргі таңда бұлар 2 уақыт жеп жатыр жемді бұқаларымыз. 2 уақыттан осындай шашкіге береміз. Міндетті түрде сулап беріңіздер. Қазір бір жемді шулап сіздерге көрсетейін. Алдыңғы видеода барлығы жазған, көрсет дегендей. Оны сіздерге толығымен көрсетіп өтейін. Жемімізді ашып аламыз. Бөшкемізге бүгін 1 тонна жем тарттық та, себебі алда бұқалар тұрған бізде, ана жақта 1-2 видео тұрған. Онымен қоса сиыр бар, соғым бар, соның барлығы жеп қойды. Сол себепті осылайынан қайтадан толтыруға мәжбүр болдық. Бөшкені жеп қойдық. Міне осындай бір ыдыс толтырып аламыз. Ыдысымызға саламыз да, міне осындай мөлшерде болады. Бір шашкі жеміміз. Мынау бізде бұрынғы советский тазиктар ғой. Бұрынғы темір тазиктар.
ыдыстар. Қойық. Бұл сіздерге көрсету үшін ғана кешкесін береміз. Енді кішкене кешкі уақытта шылап көрсете салайын толығымен. Суды енді өздеріңіз мөлшеріне қарай қосасыздар ғой. Қатты сұйық болып кетпеу керек, қатты құрғақ болмау керек, бір қалыпты әдемі болса жемдеріңіз де үйіп болады. Бұны шылап берудің бір несі, жемдеріңіз ірі болса да, ұсақ болса да шылап беруге тырысыңыздар. Құйрығынан түспейді, сенімді болады, асқазанда ауырмайды, малдың тандайына жабысып қалмайды, бидай секілді. Сонда мал да жақсы жейді, қайтпай. Тез қорытылады бір жағынан. Мөлшері де кішкене көбейеді. Бір күн бұрын шылап қойсаңыздар, ванна секілді ыдысқа әдемі болады. Осындай мөлшерде болады. Көрсеңіздер, жеміміз кішкене көбейді. Осындайдан 6 шашка жасаймыз. Бұқаларға мынандай әртүрлі ыдыстар бар. Темір, пляктың түптері, су таситын. Қолда не бар, сонымен бере береміз. Міндетті түрде мынандай біз енді тұз арзан болғандықтан осындай 50 теңге ме, қанша теңге тұз штуга? 50 теңге шығар дүкендерде. Осындай тұздан қосып береміз. Күнделікті емес, 3 күнде бір 2 қасық, 3 қасық тұз сап береміз жемнің үстіне. Бұндай ас тұзын берудің бір жақсысы, анандай тұздан көрі ұсақ болғандықтан жеммен араласып кетеді. Анандай ірі тұзды тандайында тұрып, қайтадан мал түкіріп тастайды, жемей. Анандай ұсақ тұзда құрамында сонымен қоса йод болады. Йод та өте пайдалы бізде бордақыда. Сол себепті осындай арзан ас тұзын алып қойып, құрамына қосып отырсаңыздар, жемнің мал тұздан тәбеті асылып, шөпті бізде жақсы жейтін болады. Бұқаларымызды біз әлі еккеніміз жоқ. Енді бұйырса бүгін бә, кешкісін бә егіп тастау керек барлығын битке. Енді бұларға біз қазіргі таңда қазір экомектин 1%-ығымен немесе ивермек, айвин бар. Тағы да ивермет Е дәрісі бар. Сондай дәрілердің біреуімен еге берсеңіздер болады. Таңдау ерік өздеріңізде. Қандай дәрі солай бүгін егіп тастайтын боламыз бұқаларымызды. Қазір кешкі уақыттан астыларын тазалайтын боламыз. Күніне бір уақыт тазалаймыз астын. 1 сағаттан кейін жем шөбін береміз. Кешкісін міндетті түрде ақырларын реттейтін боламыз. Мысалы, біреусі шөпті аз жеуі мүмкін, біреусі көп жеуі мүмкін. Мысалы, мынау шөбін толығымен тауысып тастаған. Бұған мына жерден кішкене басқа бұқадан шөп алып қосатын боламыз. Де мына темірге келетін болсақ, мына темірді кішкене биіктету керек болды. Көрсеңіздер, мойын өскен бұқаларымыз қысылып, ар жағында бұрыштағы шөпті жей алмай жатыр. Кішкене ашамен шөпті алып, бері жақындатып қоятын боламыз. Енді алдағы таңда осы өздеріңіз ұнататын, жылда көретін осы бұқа бордақылау видеолар жиі шығып тұратын болады. Достар, осындай видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді арада осындай нәтижелер түсіріп отыратын боламыз. Жем шөп мөлшерін көрсеттім. Су мөлшерінде оғанда бір жеке видео болады. Су беруге сіздерге ұнады деген ойдамын видео. Суды біз енді осындай қолмен тасимыз, 2 плякпен. Бір бұқамыз мөлшерімен 2 шелек су ішеді. Мынандай 20-алық шелекпен 2 шелек ішеді. Бұл бізде 25 литр екен. Бұнда бір бұқамыз 50 литр су ішеді ғой, бір ішкенде. Су бізде құдықтың суы. Суды жылтып бермейміз. Қалай бар, солай бере береміз. Сіздермен Агро каналы
видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Келесі видео енді 3-ші бөлімі шығатын болады. Осыдан кейін шамамен 4-5 күннен кейін арасында үзбей видео шығарып отыратын боламын. Видео ұнаса міндетті түрде бөлісіңіздер видеомен, комментарийде сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Барлығына жауап беретін боламыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен болған Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.